Барлығына сәлем, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір осындай екі түрлі жіппен осындай узор көрсетемін. Өте әдемі, плотный, тоқылу жолы өте оңай. Бұндай узормен кофта, шапка тоқысаңыздар да өте әдемі көрінеді. Осындай болып тұрады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол үшін қазір біз қалай тоққанды көрсетемін. 10 жіп алып көрсетейін. Бірінші қатарда біз қазір терісінен тоқимыз. Біріншісін жай бос тоқымай іліп аламыз. Одан кейін бірінші қатарда осылай біз теріс тоқышамыз. Барлығын. Теріс тоқып алдық. Енді біз узорымызға келдік. Біріншісін жай тоқымай іліп аламыз. Одан кейінгі жұмыс жібімізді өзімізге қаратып, мына жіпті біз осылай тоқымай іліп аламыз. Мына жұмыс жібіміз өзімізде қалады. Одан кейінгісін біреуін теріс тоқимыз. Тағы да осылай іліп аламыз. Мына жұмыс жібіміз өзіміз жақта тұру керек. Осылай іліп аламыз. Біреуін теріс тоқимыз. Осылай біреуін іліп алып, біреуін тоқып отырамыз. Жұмыс іліп алған кезде жұмыс жібіміз өзіміз жақта болу керек. Екінші қатарын, соңғы жіпті де осылай теріс тоқимыз. Аударамыз. Енді үшінші қатар. Біріншісін тоқымай іліп аламыз осылай. Одан кейінгісін осылай біреуін теріс, біреуін оң тоқимыз. Біреуін теріс, біреуін оң қылып тоқимыз. Енді төртінші қатар барлығын осылай оң тоқып шығамыз. Оңынан тоқып шығамыз барлығын. Оң тоқып шықтым. Енді біз екінші жібімізді мынаған осылай бекітіп алайын қазір. Екінші жіппен біз барлығын бірінші қатарды қалай тоқыдық, солай барлығын теріс тоқып аламыз бірінші.
Барлығын теріс тоқимыз. Енді аударамыз. Енді узорға келдік. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. Жұмысшымыз өзімізге қаратып, мына жіпті осылай іліп аламыз, осылай. Одан кейгісін теріс тоқимыз. Осылай іліп аламыз біреуін. Одан теріс тоқимыз. Қайтадан іліп алдық жіпті. Одан кейін теріс тоқимыз. Біреуін іліп алдық. Біреуін теріс, біреуін тоқымай осылай іліп аламыз. Осылай барлығын тоқып шығайын. Соңғысын біз теріс тоқып отырамыз. Аударамыз. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. Екіншісінен бастап теріс 10 тоқимыз. Біреуін теріс, біреуін 10 тоқып отырамыз. Біздің узорымыз осындай болады. Аударамыз. Енді 4-ші қатарда біз барлығын осылай 10 тоқып шығамыз. Барлығын 10 тоқып шығамыз. 4-ші қатарда. Соңғы жіпті теріс тоқимыз. Біздің узорымыз осындай болады. Енді қайтадан жіпті ауыстырып тоқимыз. Жіпті ауыстырған кезде біз барлығын осылай жұмысшымыз өзімізге қаратып теріс тоқимыз барлығын. Бірінші қатарды осылай теріс тоқып аламыз. Екінші қатарда біріншісін тоқымай іліп аламыз. Одан кейінгі жіпті осылай тоқымай іліп аламыз. Тағы да жұмысшымызды өзімізге қаратып осылай іліп аламыз. Екіншісін теріс, біреуін тоқымай іліп аламыз. Теріс тоқимыз. Одан кейінгісін іліп аламыз осылай. Біреуін іліп алып, біреуін теріс тоқып отырамыз. Іліп алған кезде жұмысшымыз өзіміз жақта болу керек. Біз 4 қатардан тоқыдық. 6 қатардан, 10 қатардан тоқысаңыздар да болады. Өте әдемі көрінеді. Соңғысын осылай теріс тоқимыз. Енді 3-ші қатар. Бірінші тоқымай осылай іліп аламыз. Одан кейгісін біреуін теріс, біреуін 10 тоқимыз. Біреуін теріс, біреуін 10 қып тоқимыз. Енді біз 4-ші қатар. 4-ші қатарда барлығын осылай 10 тоқып шығамыз.
Барлығын 10 тоқып шығамыз осылай. Соңғысын біз теріс тоқып отырамыз. Біздің узорымыз осындай болып шығады. Өте әдемі, тоқылу жолы өте оңай. Араларын мен 4 қатардан тоқыдым. Бұлай 10 қатар тоқсаңыздар да болады. Носки тоқығанға, шапка тоқығанға өте әдемі узор. Кофта тоқсаңыздар өте әдемі болып шығады. Өте әдемі, тоқылу жолы өте оңай. Осындай 2 түрлі жіппен тоқыдым. 1 түрлі жіппен де тоқсаңыздар да болады. Мен 2 түрлі жіппен тоқып көрсеттім. Менің видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.